Натуропатия маманы Виталий Островскийдің видеоларынан аударма ұсынамын. Қош келдіңіздер каналыма. Моңғол қолбасшысы Шыңғысхан әскерлеріне адам ағзасындағы паразиттерден құтылу мақсатында бір айдың бір күнінде бір стакан майдаланған сарымсақты пайдалануды ұсынған екен. Оған қосымша сүт айранды да бірге ішуге болады екен. Бұл тәсіл асқазанға ауыр болатындықтан жеңіл түрімен бөлісемін. Сарымсақтың қасиеттері туралы соңында айтып өтемін. Енді бір күнге 5-10 тал сарымсақты майда теркадан өткеріп, таңертең тамақтанғаннан соң осы сарымсақты 3-ке бөліп, бір бөлігін бір стакан сүтпен және бір құрмамен жеу қажет. Ешкі сүтін немесе түйе сүтін пайдаланса өте жақсы. Осы сүттер болмаған жағдайда өндірілген бидайдың немесе асқабақ дәнінің сүтін пайдалануға болады. 5 күн осы емді қабылдап, 2 ай демалып, қайта жалғастыруға болады. Ешкі мен түйе сүттері емдік қасиеттерге ие. Түйе сүтін емдік мақсатта күз айларында ішкен тиімді. Себебі түйе жантақ жейтін жануар. Жантақ күз айларында пісіп, емдік қасиеттері толғады, құнарлы болады. Түйенің сүті табиғи антибиотик. Бір таныс дәрігерім түйе сүтін бірнеше ай ішіп, қалқанша безін емдеген. Сарымсақ, сүт, құрма ағзадағы паразиттерді жояды, иммунитетті нығайтады, қатерлі ісіктің көбеюіне жол бермейді, ағзаға микроэлементтер енгізеді, қанды қоюланудан сақтайды, омега-3 мен толығатын болады. Қатерлі ісікті маргарин, кола, пепси, конфеттер, торттар, спирттік өнімдер көбейтеді. Сарымсақ табиғи антибиотик, иммунитетті нығайтады, іш қатуды болдырмайды, суықтағанда, тұмауда, тамақ ауырғанда қолданылады, вирус, микроб, паразиттерді жояды, бауырды токсиндерден тазалайды, асқазанның сок бөлуіне, астың қорытылуына көмегі зор, зат алмасу процесіне қатысады. Бұрын көп мөлшерде сарымсақты пайдаланбаған жағдайда аз мөлшерден бастау қажет. Қайсы емді қолданғанда да жай ұрттап ішу қажет. Сіңімді болады, емді қасиеттері артады. Сарымсақ та сүтте кейбір созылмалы ауруларға болмайды. Мысалы, язва, гастрит, тағы сол сияқты ем болсын. Дәрігеріңізбен кеңесе отырып пайдаланыңыз. Тыңдап отырғандарыңыз өзге ұлт емшілерінің жазбаларынан аударма. Сіздер тексерілген қандай халық емдерін білесіздер? Комментарийға жаза кетіңіздер. Рахмет тыңдағандарыңыз үшін. Ақпараттар пайдалы болса, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны баса қойыңыздар. Егер қоңыраушаны басқаннан соң все деген нүктесін басып қойсаңыз, жаңа видеоларым туралы сіздерге ескертпе барып тұратын болады. Тыңдағандарыңыз үшін көп-көп рахмет.